Сіздің өткен жолы эфир соңында айтқан дүниеңізбен көпті кішігірім түсініспестік десек пе екен, ажиотаж деп айтып жатамыз. Шу пайда болды біздің қатысушылардың арасында. Себебі әрине кез келген қыз бәлкім таныстық менімен бе деген, бәлкім маған көз түсті ме деген қызда ой туындайтыны рас. Және де бірінші өзіңізді тыңдап алайық. Біз екеуміз қыдырдық, әңгіме айттық. И соңғы уже екі встречада мен уже түсіне бастадым, что мен ол адаммен бірге бола алмаймын өмір бақи. Потому что енді менде мына жерге келіп жақсы көремін деп өтірік айтамын. Мен өзім көмекшілерім бар ғой. Көмекшілермен бір ақылдастым, сосын қалай болады екен дедім. Сосын бірақ ол да қате болып қала ма дедік, короче. Сосын сөйлестік. И мен үш сұрақ қойған кезде мен ойладым, үш сұрағында ол да кішкене бүйтіп айта ма деп ойлағанмын. Типа мен де қатты көрмей тұрмын дегенге келтіре ма деп ойладым. Өйткені көп сөйлескен жоқпыз да. И енді мен Маржан ханымға бір сұрақ қойсам деп едім. Бірінші сұрағым былай. Біз енді екеуміз жүрдік. Мысалы, енді қыз бен жігіт сторисін көріп қалған кезде енді адамдар маған жіберді. И бүйтіп айтты. Сторисында енді жарайды, басқа нәрселер емес, главное сатқындық деген сөзді ғана мен түсінбей қалдым. Сол сөзді мен сізге ондай ешнәрсе обещать еткен жоқ сияқты едім, екеуміз жүреміз, өмір бақи бірге боламыз деген сөздер аузымнан шыққан жоқ еді да. Сол кезде сатқындық деген сол мен қалай сатып кеттім деген нәрсе. Мен басында таныстық басталған кезде Таужанға айтқан болатынмын, таныстық екі жақтан бірдей тоқтайды ғой, я деп, сосын бұл кісі я деп жауап берген. Мен Таужанды өзінің сөзінде тұратын, сөзінен аттамайтын жігіт. Мен даже если мен Таужан маған қызық болмай ұнатпай қалған күннің өзінде де мен Таужан таныстық тоқтататын кезде мен Таужанды тоқтатайын деп жатырмын. Давай общий ортақ шешім қылып тоқтата салайық депші. Бірақ ортақ шешіммен біз таныстық тоқтатамыз деп сен абыройын төкпей ақ қояйын деп ойладым да. Солай деп ойлаған болатынмын. Енді бұл кісі келді да, бар сұрақ қойып соңында банк мен күтпеген жағдайлар болып қалды. Мен мысалы осы передачаны онша көрмейдім, бірақ менде арасында тиктокта или басқа желіде шығып қалатын. Сосын қараймын, көрем. Сосын осы жерде маған ең өзгеше қыз болып көрінді. Мен айттым, осы қызға барам, жазайын дедім. Сосын маған жоқ, кел осында деді. Сосын келдім, араластық. И уже соңғы бір 2-3 эфирда маған уже просто мен де айта алмаймын, жақсы көремін, сүйемін, күйемін деп. Ол қай жерде тұрдым да, айтамын, айтпаймын дедім да, айта салайын деп, сразу айта салдым да, андай бір. Ал жалпы ол қызбен таныстығыңыз болды ма бұрын көшеден немесе бір басқа бір жерлерден? Ешкіммен ондай таныстық болмаған менде. Ешқайсысын көрмегенсіз? Сол орамал таққаннан кейін сондай бір қызығушылық. Біздің қыздардың арасында өзімнің ойым Гүлнұр деп ойладым. Себебі Гүлнұр шынымен Тәуіржанды жақтаған болатын, әр эфир сайын. Жақтау деп түсінбедім, тек пікір ретінде, себебі дәл сол орындықта отырып, 100% қатысушылар маған қарсы шыққан. Мен сол состояниені түсінемін да, кәдімгі адами тұрғыда Тәуіржанның не біздің тараптан ол қалай сезілетінін қатысушыларға айтқым келді. Енді мүлде ойламаппын, мүмкін ол кісі де сондай шығар, ащы болса да шындықты айтқысы келетін болып, бірақ шынымен мен деп ойламадым. Андай іш қайнаса сорпасы қосылмайтын адамдар танымаймын, қатты ше, Мажан мақтап солай айтып да енді қайсыз болып қалды ма деп. Түсініксіз. Және де Зарина деген есімді айтқан бойда көпшілік қатысушылар жалпы күтпеген сияқты. Әсіресе Сатдәулет. Жолдан кейін ба сәл мазам болмай отыр еді, шаршап отыр мен. Қадам құтты болсын енді, иә. Зарина ақылы бар қыз деп ойлаймын. Көрді ғой енді, қалай болса да я деп айтпаған қалар едім. Потому что неге? Заринаның ақылы бар енді, өзіне сенемін. Бір жерде отырғаннан кейін қалай айтсам болады? Енді Тәуіржанға енді қалай айтсам болады? Қимаймын шынымен Тәуіржанға. Маржаннан кейін Зарина кешкен қаламаймын. Болды. Сенің Тәуіржан енді тірліктерің қалай екенін бәріміз жақсы білеміз ғой. Сен келдің, өзіңдікін жасап жатсың, әңгіме жоқ. Бірақ бұл ойынға Заринаны болмайды. Екеуі де бірдей жолды ұстанады негізі да. И бұл жерде Садәулеттің тарапынан мойындағысы келмесе де бір үлкен қызғаныш сезімі да бірге жүрді. Кеше ғана қасында болған адамына Тәуіржан мырзаның да қандай бір потолок махаббатын дәлелдей алатын адам екен, қандай бір нәрселер көрсете алатын адам екен біледі да. И Садәулетте андай ішінде қорқыныш тұрған сияқты Зарина Тәуіржан мырзаны кәдімгідей жақсы көріп қалады деген сияқты. Айтып отыр ғой енді қызғанып отыр деген сияқты. Алдың эфир айтқан болатында Маржан енді алдағы уақытта алданып қалатыныңызға не айтасың деген сияқты. Сондықтан мен Заринаға қазір ешқандай күмәнім жоқ, негізі Зарина ондай бір ақылы толысқан қыз ғой. Кімге қалай жауап беру керектігін, кіммен қалай сөйлесу керектігін біледі, негізі сондықтан ешқайсысын былай негізі жауап бермей ақ қойыңдар, өзінің басы бар ғой жауап беретін. Айтқысы келгені былай да, ол екеуі тең емес, просто біреу пятница, біреу суббота сияқты да просто. Мына жерде енді Садәулетті түсінуге болады деп ойлаймын. Себебі енді бір шаңырақта болдық, барлығымыз бір дәмнен болды да, оларда бір отбасы сияқты, іші күйіп отыр, оны түсінуге болатын сияқты. Және де маған Зарина
тәуіржан заринаға лайық деген садәулетте сияқты бар нәрсе тәуіржанда екі есе бар деп ойлаймын да бұл жерде. Мен шынымен де бір екеуі танысып көрсе бір жарасып кететін сияқты. Өйткені мен тәуіржанның бір ара қатынастарын көргенмін, енді былай блогер ғой енді. Арасында бірақ Зарина сияқты қыз болмағанда күшті бірдеңе шығатын сияқты болсаған. Қадамымызға гүл бітсін, енді сезім айтып келмейді ғой. Жалпы таныстық алаң болған соң да ондай болды. Маржанмен таныстық тоқтататын алдында сіз Маржанға 3 сұрақ қойған болатынсыз. Сол 3 сұрақ бір артықтау болған сияқты. Ауыздан ұнатам деген оны жаңа айтып қойдым ғой уже. Артынша таныстық тоқтайды деп айттыңыз мысалы. Ол дұрыс. Заринаны Келесі. тыңдайтын уақыт келген сияқты мен болса, ойымша. мен есіме қазір түсіп тұр. Саттәулет пен Тәуіржанның ортасында сол кезде Тәуіржанның да қолдағанын мен естімей қалыппын негізі. Андай микрофон сұрап отырып, сосын шығып кетіп жүрдім ғой. Айтқан болған көп адамдар жіберді, сені қорғап отыр ғой деген сияқты моменттерді. Және сөзінде бар да, осы қыз мысалы сен таныстықта болдың, сен қалай жамандайсың деген сияқты. Маған да негізі сондай пікірлер ұнады адам ретінде. Значит, бұл сондай жігіт ешкімнің артынан таныстықта болғаннан кейін ондай өсек таратпайды деген сияқты, жамандамайды деген сияқты. Сол қырлары негізі жақсы жігіт ретінде. Және мына жерде мен осы күнге дейін ешқандай үміткерімді айтпағам. Маған ғашық болу керек, маған ұнату керек, 100% маған қызығушылығы болу керек. Мен білем, сыртта келген барлық үміткерлер жай ғана қызығушылықпен келеді. Болса болды, болмаса деген сияқты. Үлкен бір тәуекелмен келетініне сенемін. Тәуіржанның да тарапынан мен үлкен бір махаббат күтпеймін. Және мен де тарапынан бір уәде бере алмаймын. Біз үлкен жұп болып кетеміз, үйленіп кетеміз деген. Кейбір ойларым сай келіп тұр ғой. Менің жауабым Біз басым. Жоқ, негізі бүгін андай өзімді контролировать етуге кішкене андай нем жетпей қалды да, уақытым өзімен өте көп жұмыс істеймін да. Бүгін жұмыс істемей шыға салғанмын ғой.